Мына қазір балабақшаларда өтіп жүрген утренник деген іс-шара барлық ата-аналарға таныс шығар. Осы орыстардың утренникке байланысты әзіл-шыны аралас бір жақсы сөзі бар. Баланың утреннигіне бармасаң, кейін вечерникасына бәрібір сені шақырмайды дейді да. Уақыт деген тез өтіп кетеді. Балалық шағындағы тәрбиесіне, іс-шарасына белсенді араласыңдар деген үндеуі ғой уақыттың жылдамдығына қатысты. Осыдан біраз жыл бұрын бізді Астана қаласында бір мектеп кездесуге шақырды. Ол өте бір тарихи мектеп екен. Астана Целиноград болып тұрғанда жалғыз қазақ мектебі сол болған екен өңір бойынша. Мектебі де тарихи, директор да сондай бір ұлтжанды кісі. Мектебін таныстыра келе бізге айтты, бізде ата-аналар жиналысы деген жиналыс өтпейді, бізде әкелер жиналысы және аналар жиналысы деп бөлек өтеді. Біз ешқашан ер баланың тәрбиесін қыздардың көзінше талқыламаймыз. Қыз баланың тәрбиесін ешқашан ер адамдардың көзінше талқыламаймыз деді. Сөйтіп оқушылармен кездесу өте жақсы өткеннен кейін бізге ұсыныс айтты, әкелер жиналысына да қатыссаңыздар, көрсеңіздер деп. Бізге де қызық болды, барып қатыстық. Енді 1000-нан астам балаға арналған мектеп қой. Бір 14 па, 17 ма бір ер адам жиналыпты, ұнжырғасы түскен. Уақыт жоқта сендер де бәле болыңдар ғой, тезірек айтыңдаршы, енді кету керек деген сияқты ниетпен келді ол әкелердің өзі. Сонда біз ер адамдар бала тәрбиесі дегенде оның күнделігін тексеру, тамақтандыру, киіндіру деген 3 пунктке ғана бөліп қойып, қалған нәрсенің барлығын әйелдерге тапсырып қойған сияқтымыз. Балабақшада да әйелдердің ортасы, мектепте де қыздардың ортасы, кейін ол баладан ер азаматқа тән табандылық, ер азаматқа тән өжеттілікті талап етуіміз де орынсыз көрінеді.